Бүгін Көкшетау қаласында жылу электр орталығын салу бойынша жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі шартқа қол қойылды. Мамандар бұл жоба халықтың электр және жылу энергиясына деген сұранысын толық қамтамасыз етеді дейді. Естеріңізде болса, қаңтар айында өткен үкімет отырысында Көкшетау, Семей және Өскемен қалаларында жаңадан үш орталық салынатыны айтылған еді. Көкшетау еліміздегі жылу электр энергия станциясы жоқ жалғыз облыс орталығы. Сәйкесінше қаладағы электр қуатының бағасы еліміздегі ең жоғары тарифтің біріне айналған. Мұндағы жылу жүйелерін қамтамасыз ететін қазандықтардың да жағдайы мәз емес. 64%-ға жуығы тозған. Алдағы жылдар бұл мәселе толық шешімін таппақ. Өңірде электр қуаты 240 мегаватт және жылу қуаты 520 гигакалория сағат болатын жаңа жылу электр орталығы салынады. Бүгін Көкшетау жылу электр орталығы және Интерау экспорт компанияларының арасында жобалық сметалық құжаттамаларды әзірлеу бойынша келісімшартқа қол қойылды. Келісімшарт бойынша Интерау экспорт жабдықтарды жеткізу және құрылысты толық аяқтау бойынша міндеттерді атқарады. Жақын арада біз жылу электр орталығы алаңында дайындық құрылыс жұмыстарын бастаймыз және де жыл соңына дейін негізгі және қосалқы жабдықтарды дайындайтын зауыттарға тапсырыстар береміз. Жобаға ресейлік өндірушілердің негізгі және қосалқы жабдықтарын пайдалану көзделген. Мамандар жаңа технологиялық шешімдердің арқасында жылу электр орталығын көмірден табиғи газға ауыстыруға мүмкіндік бар. Әрі ластаушы заттардың шығындары әлде қайда аз болады дейді. Ал қала тұрғындары Көкшетауға бұл жылу электр станциясы өте қажет. Жылу онша жетпей жатады. Ол түгілі даже су көтерілмей жататындар бар. Сондай проблема бар. Ал тест салып жатса, ол өте жақсы дүние сияқты, өйткені халықтың бәріне керек. Көкшетау үлкейіп жатыр, үйлер салынып жатыр, бизнестер ашылып жатыр. Керек бізге. Жылу электр орталығының құрылысы биыл басталып, 2028-2029 жылдар кезең-кезеңмен пайдалануға берілмек. Нысан іске қосылса, 400 адамды жұмыспен қамту жоспарланған. Серік Жұмабек, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.